Ақындардың келесі жоба Айнұр Тұрсынбаева және Жандарбек Бұлғақов. Айтысып кішіменен, кісіменен, кірібен жүр көкпардың ішіменен. Тәуелсіздік тойына келіп алып, қыздарға арнамайын қысыр өлең. Дегенменен айтысу мақсатым ғой. Сондықтан кірісейін ісімемен. Келіншектің буынын босатайын, буынсыз қызыл тілдің күшіменен. Аямай бере салған арысталдан, жүзің бар аумай қалған хрустальдан. Армысың айдай сұлу Айнұр әпкем, талайдың аяғынан күліп шалған. Төреғали дейтұғын жас баланы, кеш оп-оңай сахнада жығып салған. Енді кеп Жандарбекке ауыз салдың, менің де кетер мекен құрып шаруам. Жастарда ала алмаған кегің бар ма? Сен болдың ғой бәріне құрық салған. Тәуелсіздік тойында аясаңшы, біздерге қабағың жоқ жібіп салған. Мына қыз Қызыл империя сияқты екен, желтоқсанда жастарды қырып салған. Қызыл деп тиісіп сен біздің ашуымызды оятпай, қазақ қыздары ініні қай жерде қойған оятпай, сөзіңе жауап берейін, тыңдасаң етті тояттай. Қазақ қыздары ініні қырып салды екен қай уақта. Жазира менен ләззаттай, желтоқсандағы кешегі өзіме қорған болмасам, адамгершілігім қаяқта. Сен кімге ақыл айтасың, дәл осы жерде бәкеңді жығып ең кеше таяқтай. Одан қалса үйдегі әкеңнен барып сұрашы, бізбенен талай айтысқан, сол кезде бізді аяқпай, тілімді менің қышытпай, осымен сөзді аяқтай. Ағмысың ару астанам, алтыннан алқа тағынған, күмістен сырған күмбірлеп, төсіне торғын жамылған. Еңсесі биік ақ ордам, тәубелеп өттім жанымнан. Есіліп аққан есілді көрсем деп халқым ағылған. Жапырағын жайған бәйтерек, басына ұя салынған. Қасқайып тұрған хан шатыр, қадасы берік қағылған. Осының бәрі астанам, маңдайда жанған бағымнан. Армысың алты алашым, Аллаға ғана табынған. Жоғалып кеткен айтысын, сарғайып күтіп сағынған. Ақ сарбас айтып алдыңда, ақтарылайын ағымнан. Тәуелсіздіктің тойында, есілдің ерке бойында, жаратқан өзің жар болып жаңылдырмашы жағымнан. Сезінген елміз орыстың саясатының салқынын, дұшпанның суық қолынан босадау енді алқымын. Бұл күнді күткен аналар сылдатып екі балтырын, бұл күнді күткен бабалар жасырып жанар жарқылын.
қуыштай берші ағайын, тоқтамай осы жарқының. Азаттық таңы емес пе, алманы қазақ халқының, қадір түніндей қадірле тәуелсіздіктің әр күнін. Аламанмысың Жандарбек, жанарын бізге қадаған. Бой бермей тұғын асаудай, жұлқынып шықтың арадан. Әкесі менен айтысып, арбаға байлап сабаған. Ұстазы менен тартысып, алды ой кеше жағадан. Сен кеше сабақ алып ең, Мырзатай дайынданадан. Айтыңыздаршы ағайын, осы мет жұғын қалаған. Қандай жақсылық күтейін өзіңдей бұзық баладан. Бет жыртыспассың менімен, болсаң да қанша қабаған. Өйткені сен де Жандарбек туғансың мендей анадан. Құлаш жайған өрен, сан мәрте сахнада сайраған ем. Бетіме Балғынбекті баса берме, онсыз да бармағымды шайнаған ем. Әйтеуір қай ақынмен айтыссам да, қақпанға ауып қаламын қайдада мен. Басымды тау мен тасқа қатар соғып, қайда сүйреп барасың қайран өлең. Балғынбектей айтысып өз ағаммен, тағасыз аттай болып тайланап ем. Бала құсап шалалық білдіріп қап, өз бағымды өзімге байлаған ем. Бұл бала бөтен жолға түспесін деп, Мырзаға намысымды қайраған ең. Балғынбектен кешірім сұрап келдім, қайтадан қауышпаққа қайманамен. Жастардың қателігін кешіріңдер, өйткені шат көңілмен тойға кебем. Баланың тентектігін кешірмесе, дананың тектілігі қайда деген ай. Ақын қалай шындықтан алыспайды, жағымыз ақиқаттан қарыспайды. Жалпы әлемге күрс жар салып Қазақстан жақында өткізбекші жарыс бәйгі. Азияда алауын тұтатқанмен көп қазаққа болып тұр намыс қайғы. Кешеден бері ақындар айтып жатыр, менің де намысымды жаныштайды. Шетелдерден спортшы сатып алып, соларға ұлт намысын табыстайды. Оларды ақша үшін алдап сулап, намысыңды қорғауға намыстайды. Футболдың масқарасы белгілі ғой, аяқтары доппенен қабыспайды. Шетелден сатып алған спортшымен ешқашан қоржындарың толыспайды. Бауыржан атам айтқан бір сөз бар еді, ол қалай той үстінде тоғыспайды. Жалдап алған солдаттар майдан болса, ешқашан жанын салып соғыспайды. Шыбық міндім, елді айт деп халқын өзің жігіт қылдың. Енді Айнұрға көрейін соқтығысып, дегенмен ырым жасап күліп тұрмын. Кешеден ақындардың айтуынша талайды қырғыз құсап қырып тындың. Әкемді шақырып ем осы айтысқа, келмеген себебін мен біліп тұрмын. Айнұр болса айтысқа келмеймін деді, амалсыз мен орнына шығып тұрмын. Айнұр не деген қаты кезден әкем түгіл мен өзім суып тұрмын. Бәкейіпті құлатқан роза бұзап, ақыры айтақымды қуып тындың.
апаңды Отынбаева дегенің бір қызы едім қазақтың қырғызға неге тең едің бақиып кетсе биліктен естіп жатырмыз себебін бұзық боп шығып баласы түсірген екен беделін әкеңді айтып қоймайсың көрсеткен талай өнерін айтысқа келмей қалса егер өзіңнен ізде себебін естіген жоқпын мен өзім әйелден қорқам дегенін бақ сәкеңізді жақсы деп құрметтеп жүрген мен едім оңдырмай жеңіп айтыста жол бермей әкең байқұсқа бақиып құсап бездіріп қуып жіберген сен едің ақылды болсаң бауырым тарихта қалар есімің кешегі сөзден сабақ ап айттың ау дұрыс кесімін өзіңдей ұлдан айналдым адалдан жеген есібін өз қателігін мойындап жасады дұрыс шешімін шет елге қашып кетпестен сұрады жұрттан кешірім түріңе сенің болайын қырғызды айтып шаттанған маған да онда жөн болар тарихтың бетін ақтарған қазақ пен қырғыз ел едік ниеті түзу ақ болған бірақ та тарих бетінде қаншама қанды дақ қалған бауырым деген қырғыздар кененің басын шапқанда намысын жерге тапталған сол қырғыз қазір не болды тозып бітуге шақ қалған өзінің ханын қудалап зорлықпен тартып тақталған сондай күндерде нұрағам тек әділдікке жақ болған қашып жүрген ханына арнайы ұшақ жібердіп құтқарды қанды қақпаннан айдай әлемнің алдында ажалдан аманат қалған бар қазақ сонда масайрап нұр сұлтанымен мақтанған парасатынан айналдық бүкіл қазаққа бақ болған қазаққа таңдай білген дұрыс жолды баһадүр бабаларым құрыш болды тоқымдай ақ жер үшін қырылысқан тарихта талай ұрыс болды сұлтандардың тұяғы кененің де қолында өлілгенше қылыш болды ағайын айтыңдаршы қайда қандай тарихта бұдан асқан іріс болды абылайдың арманы орындалып тәуелсіздік еліне ырыс болды шекемізге бұйырған бақты жырлау ақындарға бұйырған жұмыс болды қай заманда қазақтың қамбасына қазіргідей бидай мен күріш толды қай заманда қазақтың қоймасына қазіргідей алтын мен күміс толды қай заманда қазақтың қазанына қазіргідей құт бітік ырыс толды қай заманда қазағым астан асап саммит жасап әлеммен туыс болды қай заманда қай мана қазағымның қазіргідей ұйқысы тыныш болды ау айттың ойыңды жиып құнды және де шүкір дедің тыйып мұңды елдікті сен жырласаң мен де айтайын тыңдап қал Жандарбектей иық толды
қанша ғасыр жем болды қасқырларға, құнымыз болмаған соң киік құрлы. Қазағымның көз жасын көргеннен соң Құдайым жіберіпті сүйікті ұлды. Нұрағам ғой сарабдал саясатпен бұлжытпай ұстап тұрған ұйытқыңды. Сарыарқаның төсінде саммит жасап, дос сүйініп, дұшпаным күйіп тұрды. Туалып Евродақты бастағанда қуанып төбем көкке тиіп тұрды. Соншама президентті алдың әкеп, Нұрағам мәртебеңді биік қылды. Бодан ел деп менсінбей жүрген елдер босағаннан бастарын иіп кірді ауа. Әлемге мойын бұрсаңшы, жөнделер сөздің кесімі. Ауғанстан мен Ирактың қирап бітті бар есігі. Әзербайжан мен Армянның кіретін жоқ қой тесігі. Грузия менен Ресейдің болмай тұр дұрыс шешімі. Қырылып қалған қырғыздың таусылдау бітіп несібі. Қазақты ғана тербеп тұр бейбітшіліктің бесігі. Сондықтан інім абайлап, дұшпанның сөзін сөйлемей, ойлап көрсеңші осыны, солардың бәрі басшыға бағынбағанның кесірі. Елбасы және ел болып, егемендікті құрыстық. Бой көтергенде Астана, мәз болып тағы күлістік. Алпауыт орыс Қытаймен тату болуға тырыстық. Азуын айға білеген ағылшынмен де білістік. Өзімен өзі қырылдау, қырғызым іштен ұрысқып, өкпесі біте бермейтін өз ағаммен де ұғыстық. Тәуелсіз Қазақстаным, отаным менің тыныш, отаным менің ырыс құт. Кетпесе екен басынан, тарқамас екен ырыс құт. Айтысты енді тоқтатсақ, сөзімді жерге тастама. Өртеніп кетем демейді-ау, отпен ойнайды жас бала. Ақыл тоқтатқан атым бар, ақыл айтайын қасқаға. Ойнамайтынын түсіндік, тоқ бала менен аш бала. Сондықтан інім абайла, орнымыздан біз тұралық, бір бәленеді бастама. Әрең ашылған айтысты қайтадан жауып тастама. Жақсы, Жандарбек. Қазылар алқасы екі ақынның айтысына баға беріңіздер. Бұл сайысты бастаған Жандарбек. Жандарбек Бұлғақов 10. 1-9-6-10 69 ұпай. 69 ұпай. Айнұр Тұрсынбаева Қырыңғай 10 70 ұпай. Мына 9-ға шулап атсыздар ма? Көпен мырза, халық қаласа қан түйесін тояды деген 9-ын 10 қысайшы. Халық қаласа қан түйесін тояды, бір сипырда тояды деген жоқ, 10 қылсайшы.